Сәлем достар, бұл NNN шоу. Біз бастаймыз! Қызжібек пен Төлеген, Қозы мен Баян, Еңлік пен Кебек, Қарақат пен Қыдырәлі, Жазира мен Жанболат. Бұл қазақтың қол ұстасқан жұптары. Бұл тізімге ең бірінші Инстаграм жұптардың біріншісі Ахон мен Диляраны қосып жүрміз. Бүгін бізде қонақта, біздің шоуда Ахон, Диляра. Дилок ренжімеш. Сонымен жауап. Там да білмейді оны. Сөйле. 30 миллионға алданғаның рас па? 30 миллион емес, 20 миллион. 20 миллионға алданғаның рас. Үйде екінші әйелдің темасы қозғала ма? Қозғалады. Шу болған интервьюдан кейін ұрыстыңдар ма? Дилок кішкене ренжіді маған. Бой өсіретін таблетка ішкенің рас па? Басқа жер өсіретін. Менің шешімім өзімнің чемодамды аламын. Ашшы. Көр. 1, 2, 3. Диляра. Болды, осы жерін тоқта. Танцуй. Сықам қанымен. Кет. Ойбайсың, келесің, мен сәлем өткен. Ахон, Диляра, қош келдіңіздер. Рахмет. Ең алғашқы 2 адам бізде. Екеуіңіз бірге келіп жатсыздар. Көбісі келе алмай жатыр. Қазір сұрақ жауап болады. Ол сұраққа бірақ кім жауап береді деп ойлайсыздар? Сұраққа жауап беретін мен де ойлаймын. Онда Ахон шешеді, үйде Ахон главный сияқты. Ал онда Ахон жауап берем деп тұр. Ахон егер дұрыс жауап берсе, жақсы, дұрыс жауап бермесе, онда Диляра сынаққа тап болады. Нормально сақтаймын, маған сен чуть-чуть. Біліміне сенесің ба? Сенем. Ал ендеше, бірінші кезең. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. 6 сұрақ қойылады. Дұрыс жауап бермесеңіз, Диляраның басына 6 шелектегі біреуі төгілетін болады. Не бар ол 6-ның ішінде? Білмеймін бауырым. Білсем айтам ба саған? Дайынсыздар ма? Дайынмын. Онда кеттік. Бірінші кезең. Ал бірінші сұрақ. Ахон. Ахунбек. Тақиялы періштенің шын есімі кім? Уақыт кетті. Тақиялы періште кино ма? Иә. Көрмедім. Басты кейіпкер ғой енді. Жоқ, Дилок ренжімеш. Уже бітімді сұқамын. Сразу айта салайын, мен вообще қызығып та көрмеппін оны. Интересно. Білмегенсің ба? Жоқ, білмеймін. Дұрыс емес, жауап таппады. Оңай ғой, білесің. Уже үмітімді өзе салғам үшін. Білмеймін. Тайлақ дейді, тайлақ, ей. Тайлақ естідім. Тайлақ дегенде естідім бір. Давай. Жазаны енді Ахон таңдаш, бір алып шелек. Мен таңдамайын ба? Сен таңдайсың ба? Мен таңдаймын. Мен. Қарама, таңдасам. Мен де көріп тұрмын. Уже Диляра сенбейді Ахонға. Я интуициям жақсы білесің ғой. Таңдас, бірінші таңдасың өзі, екіншісін айтады, давай. Біріншісін сен таңдашы. Таңда. Қарама. Өйті қараға олмайды. Қарағанда біріншісін алай берейік. Қарама, ұстама, өзім алам. Аламайын ба? Тамаша, брат. Қарайым. Тамаша. Біріншіні таңдайды деп ойламайды шығар деп ойлаймын, сол үшін. Негізі алтыншысы ғой. Мынау алтыға жыта ма? Ауысасың ба? Бай, алтыншысы жарайды. Криса сияқты бір не жатқан сияқты. Ауыстырсайын ба? Осы. Мынау алдап сұрақ қойып тұр ма маған? Ондай да бар ма? Бірінші жазасы Диляраның Ахонның дұрыс жауап бермеген сұрағы үшін. Кетті. Ана қуанып атсың қарсын. Қорқпайды. Барлығы осындай оймай қоймай. Мынау не ма? Екеуі ма или біреуі ма? Үсті шығып тұр, алты. Андай как будто не сияқты. Екеуі мынандай ма деп ойлап қалдым. Болды, уақыт бітті. Бірінші сынақтан өттің. Тұра берсінші. Жоқ, басқа нәрсе ғой, жеп қойып жүр. Бәрін бірге жіберейік та осы жерге. Ойбай. Тарақанда, жыланда бәрі осы жерде. Ал енді Ахонның келесі сыйлығын көрейік Диляраға. Мақалды жалғастыр. Бұл да білмейді. Білем де ойлайым. Шелекті айдай берейін ба сразу?
оңайын. Жақсы әйелдің қолы ұзын. Әйелдің оқтау ұзын. Ей. Жоқ. Дұрыс қой, оқтау ұзын бірдеңе дейтін бар ғой, жаман әйел. Тілмен. Жоқ, тұра тұр. Ей, қойсаң да сондай. Тілі ұзын ғой. Әйел адам вообще тілі ұзын негізінде. Мақалға соған сәйкес бірдеңе шығар. Ана өз тапқан сияқты өйтіп бірдеңе шығар деп. Саған айкем кәдімгідей. Натуре айтам. Давай, сразу. Жалғастырайық. Жалғастыр. Жақсы әйелдің қолы ұзын. Жаман әйелдің тілі ұзын. Жаман қатынның тілі ұзын. Соңғы жауап. Жаман қатынның тілі ұзын. Дұрыс жауап. Логичный нәрсе екен негізі. Мақал болса да. Дұрыс шығарған екен дұрыс Мен мақал. айтқан жоқпын еш нәрсе. Келесі сұрақ кетті. Баланың тұсауын не себепті тоқ шекпен кеседі? Не жіппен дейсің? Тоқ шекпен кеседі. Тоқ шек? Иә. Шек деген... Ырымдар бар ғой тоқ шекпен кеседі. Мен только жіппен кесілген көрген, бірақ оны кесілген көрген жоқпын, көрмегесін қызығып сұрап білген жоқпын, сол себепті білмеймін, Дилек, ренжіме. Бір жауап беріп көрейінші, айтшы қалай еді. Тоқ шекпен неге кеседі? Баланың тұсауын. Аяғы оратылмасын деп шек... Саған ойбай. Жоқ, енді жол болсын деген ырыммен жасайды ғой оның бәрін. Жол болсын, неге тоқ шекпен деймін саған? Болды уақыт. Давай. Дұрыс емес жауап. Жоқ. Малы көп, қарны тоқ болсын деп. Оңай жауап қой, логически. Не болды? Тоқ шек деген. Андай ырым, мен потому что өзімде көрген жоқпын, шек деген, шек кәдімгі. Соның ішемен киімінде істейді ауылда кезде. Біздің Атырауда ондай жоқ, короче. Мен сосын көрген жоқпын. Бірінші рет естіп тұрмын. Кім жақта, қай өңірде тоқ шекпен тұсау кезеді деп ойлайсыздар. Ал енді Диляра, өзің таңдайсың ба? Иә. Давай таңда. Айтпаймыз. Анау бесіншісі. Мынау екінші ғой ме? Иә, екіншісі. Ойланбайсың ба? Жоқ. Смело, тұрам осы. Төрт таңдауың керек. Бесті ма? Екіні. Таракан шығар. Ойламайсың ба? Ойланбайсың ба? Ойламайсың ба? Ойланбайсың ба? Жоқ. Ойланбады өзі енді. Давай. Егер қашып кетсең, Иә, қашып кетсең, тағы да таңдайды. Иә. 1, 2, 3. Кетті уақыт. Дилек, білесің ғой, киноға түстік. Бұл шақпайтын полк кенді. Тарантул. Бізде сен барсың ғой, кино түсіп қой. Уақыт бітті, бұл сұрақтан да өттің. Керемет. Смело. Нормально. Негізі Диляра батыл қыз, ешқандай қорықпады. Бірақ Ахонды білмеймін енді. Ауысып көресің бе? Бірақ мен білетін сұрақтар келіп тұрған сияқты енді бар ғой. Ауыспаймын. Давай ауысайық. Давай үшіншісінен кейін ауысайық. Керек, Дилек, маған керекті сұрақтар келіп тұр, біліп тұрмын примерно. Әлі үш сұрақ бар. Давай, өзім жауап беремін до конца. Давай. Былай істейік. Жауап бере алмасаң, ауысасың. Давай. Сен ба? Давай. Жоқ, полный, Дилек. Алданып қаламыз қа бостама. Мен не істеймін алдап сені? Енді жалғастырайық онда. 4-ші сұрақ. Әлемдегі ең биік емес, ең ұзын тау. Қандай тау? Сен баға айттың, география жақсы білемін. Ұзын тау. Иә. Ұзын деген мынандай. Высота. Былай горизонтальный ғой, енді түсініп тұрмын ғой. Так. Келесі. Скорее всего. Жоқ. Варианттар бар. Варианттар айтайын ба? Варианттар айтайын. Давай. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші шелек. Кетші. Қалай ойлайсың? Үшінші шелек десең де тұр. Ұзын тау. Гималай. Ұзын. Ол былайынан ұзын. Биік ол. Биік, иә. Былайынан ұзын. Пик Тянь-Шань, Алатау. Білетін тауын айтайын бесің маған? Біреуін нақты да. Біреуін айтсай. Уақыт аз қалды. Қазір мен білем да, есіме түсіріп алайыншы. 1, 2, 3, 4, 5. Сонымен жауап. Примерно... Санда білмейді ғана. Уақыт бітті, жауап. Азияда ғой, короче, осы Азия бетте бар ғой. Жоқ па? Жауап жоқ, жақсы. Бірақ бір, на всякий случай айтып көрейін, бір вариант. Китайда Тянь-Шань деп ойлаймын. Енді Пик Тянь-Шань білмеймін. Тянь-Шань жауабы. Әлемдегі ең ұзын тау, дұрыс емес, Анд тауы. Анд? Иә, Анд тауы. Дұрыс емес жауап. Шелек. Ауысамыз болды. Шелек... Қиын істемеші, ауысамыз деп отыр ғой. Наны таңдайықшы. Нан ішінде... Стама. Жоқ, қарамаса болмайды. Наны болмайды. Өрінбей атыр. Өрмесін. Ананы таңдайықшы. Бір ма, нау? Иә. Давай осы. Осыдан кейін сен бірақ.
келесі. Yok кейін ол Жоқ, болды уже. политика дейсің. Өтпейді уже. Политика. Дилек бұл мені білет специально білет. Ойланбайсың ба Дилек? Жоқ. Өзім білемін. Да, таракан ба бір нәрсе ғой да. Қорқып кеттім, сен қорқасың адам точно. Мына қарай төкші сәл, бері қарай келеді ғой өзі. Уақыт кетті. Ай. Суицид жасайды мына. Болды уақыт. Уақыт болды. Біреу. Өте керемет. Болды. Ей, не күтіп атсың оларды бейшараларды? Давай. Ауысасыңдар ма жоқ па? Жоқ. Ауысамыз. Ауысып Давай, давай кет. Ал енді Диляраны көреміз. Дайынсың ба Диляра? Иә. Келесі сұрақ. Аристотельдің кейінгі екінші ұстаз кім? Жауап берме. Аристотельден Так, кейінгі екінші ұстаз кім? Геродот па? Шелек. Анау шетіндегісін. Тұра. Соңғы жауабын айтса енді. Мен білмеймін точно. Білмейді. Білмеймін. Жауап жоқ. Айтшы. Екінші ұстаз Әл-Фараби. Дұрыс емес жауап. Ойбай. Анау біріншісін таңдаймын. Біріншісін таңдайды? Иә. Кеттік. Сен специально қорқыныштысын алдың ба? Не бар екен білем просто. Орлап жүрген бірдеңелер. Давай кеттік. Қашып кетсең, Қарап. бастаймыз. Қашам тайып тұрамыз. Бетіне қарай таста, иә. Басына ма? Өзің жұмсаң болады. Қатты қорқыныш емес негізі. Уақыт кетті. Қорқпайсың ба? Міне айналып кеткен де. Жақындап келсей. Дұрыс жүрген, екеуі қырылып жатыр. Екеуі ғой енді. Қамашы енді мынау. Уақыт бітті. Бұдан да сақтан өттің. Қорқпайсың ба не? Десе қорқпайды екенсің. Мен Болдық бітті. рух жатыр ғой іште толы. Екі ғана шелек қалды. Соңғы сұрақ. Давай. Қазақтан шыққан ғарышкерлерді ата. Давай. Тоқтар Әубәкіров. Ойбай қасқа. Аттан айтсам ба, фамилиясын айтпасында? Тоқтар. Атын ұмытып қалып тұрғаншы. Білесің ба сен? Біледі ол. Мен Талғат. көбін танимын. Тоқтар, Талғат біреу ғана қалды. Тоқтар, Талғат и Юрий. Кім бар ғой? Әзіл. Мен Әзіл болып айтайыншы, подсказ. Жоқ, бұл айт. Соңғы. Екеуін ғана білем, үшіншісін білмеймін. Сразу айтайыншы. Значит, дұрыс жауап жоқ. Иә, десе хотя бы 50-50 бар. Құрметті достар, қазақтан шыққан ғарышкерлерді ата. Тоқтар, Талғат, Айдын. Айдын, иә. Диляра дұрыс емес жауап берді. Екеуін айттым ғой. Мен екеуін айтсаң, екеуін таңда онда. Біреуін таңда. Екеуін бірге төгіп жүрсек па? Айдын. Айдын аға кішкене хайповать етпейсіз бе, сізді жаттап алсын. Онда екеуіміз еш жақтан төгейік. Давай, екеуін екі жақтан төгейік. Сен алғы. Көрсетейік бірінші камераға Айдын көрсет. аға, кстати, космонавтқа ең соңғы шыққан космонавттардың бірі. Басқа составтар. Кәдімгі сен андай ақылдасың. 1, 2, 3. Шегіп кетті. Уақыт кетті. Құрт неядовитый и қоңызда неядовитый и оларды кредит істей алмайды. Кешті. Хорошо, что бұлар таңдамады. Сол үшін спокойно тұрамыз. Өтірік айтып қорқыттырсыз ғой. Уақыт болды. Красавчик негізі барлығына тұрып бердім болды. Кезең қалай болды? Көңіл күй қалай? Ең қызық кезең бізде болды деп ойлаймын. Біздің сұраққа жауап бере алмағанымыз емес, бүткіл шелекті ашқанымыз деп ойлаймын. Бір-біріне өте керемет. Олай болса, келесі кезеңге жұп болып өтесіздер. Тағы да жұп болып әрдайым жүресіздер. Онда келесі кезеңге өтейік. Кеттік. Сендердің отбасыларында кім өтірік көп айтады? Ахон? Илек. Өтірік айтып тұрған сразу біліп қоясың ба? Сондықтан саған тағылып тұр бүгін. Потому что, жақсы. Біздің детектив барлығын біліп отырады, профессор. Олай болса, тек шындықты жақсы көретін оқырмандарыма тек шынайы жауап берейік. Егер менде күмәнді сұрақ болса, Диляра сенде. Сұрасаң болады, осы сұрақты қайта қойсам бола ма? Рас өтірігін білу үшін. Бір ғана мүмкіндігім бар. Олай болса, барлығы түсінікті ме? Түсінікті. Екінші кезең тек шындық айт. Сонымен сұрақтар. Бізде екі детективлік жеп отыр. Айтып береді өтірік болса. 30 миллионға алданғаның рас па?
30 миллион емес, 20 миллион. 20 миллионға алданғаны рас. Ахон, бала бағуға көмектесе ма? Ахон? Смотря таңертеңге дейін, ну, когда как, но өзім внимание бөлем достаточно. Я жоқ, көмектесе ма, бала бағуға көмектеспей ма? Енді оны қалай санаймыз? Мен ақша тауып отқан кезде көмектесе алмаймын, а үйде болсам көмектесем. Бірақ негізіне айтқанда былай кейде ғана памперстарын ауыстырамын, ол көмектеспейді деп саналады деп ойлаймын сол себепті. Бұл түсіндім. Не ойлап кеттің, Елена? Просто ана жазуға қарап. Көп көмектесе ма негізде, көмектеспей ма? Жоқ. Көмектеспейді, иә? Бала қарауға. Иә. Үшінші сұрақ. Ақша сенікі, менікі деп бөлесіңдер ма? Жоқ. Инста охват үшін уайымдайсыңдар ма? Иногда, да. Иногда емес, вообще, иә. Уайымдайсың. Иә. Үйде екінші әйелдің темасы қозғала ма? Иногда. Но в большинстве қозғалады. Әзіл ретінде ма? Енді әзіл ретінде, ну, шынайы ретінде қозғалады. Қозғала ма, жоқ па? Қозғалады. Болды. Но көп емес, иногда только. Қозғалады ғой. Растайсыз ғой. Біздің детектор жүріп отыр жанымызда, дәл Иә. Келесі сұрақ. Шу болған интервьюдан кейін ұрыстыңдар ма? Дилек кішкене ренжітті маған. Иә. Былай ұрысқан жоқпыз. Ұрысқан жоқсың. Өйткені, ұрысқан жоқпыз. Өйткені далада неше түрлі адам неше түрлі ойлайды, сол себепті. Мен тек ол жерде шын айтып кеттім, дәл осылай болды. Барлық шындықты айттым. Иә, бүткіл шындықты айттым. Дәл детектор лжида отқандай болдым ғой сол жерде де. Кетті, келесі сұрақ. Инстадан кеткің келген кездер болды ма? Иә. Тастап кеткің келген Иә. Сенде де болды ма, Дилю? Жоқ, мынақта болды. Сізде болған жоқ. Мен даже Дилекқа айтқам, Инстаграмды жауып тастаймын болды. Вообще, жасамай-ақ қоямын деп Ол ойлдым. сол хейттан кейін емес па? Жоқ, көп нәрсені түсінгеннен кейін. Басқа нәрседен кейін, Иә. TikTokта, Инстада қыздарға лайк басасың ба? Мен ба? Иә. Жай басып кете бересің. Иә. Бірақ андай бір жаман оймен баспаймын. Ну, басып тұрам. Контент үшін постанова жасаған кездерің болды ма? Постанова кімге? Мысалы, контент үшін да өтірік постанова жасалған. Мысалы, кейде бізде болады, мысалы, тек қана я жоқта жауап бересің. Бізде болады, мысалы, кейде. Иә. Енді Постанова. Ну, өтірік. подаркын беретін алдында айтып қою деген сияқты. Кейде болды ма сонда? Егер қара, негізі адамдар білесің ғой өзің. Дұрыс емес ойлап қояды. Иә, кейбір нәрселер болады, подогрев жасайтын, действительно. А кейбір кездер болады, алдамайтын кездер. Шынайы бересің. Иә, шынайы беретін. Кәдімгі шынайы беру керексің кездер болады. Жоқ, өздерің екеуің араларында. Я жоқ, мен оқырмандарға білемін ғой шынайы беретінді. Екеуің араларында. Екеуміздің Пранк мысалы постанова бола ма? Я жоқ. Білмеймін даже. Қалай айтам мен оны? Білмейсің ғой. Иә дейсің. Постанова жоқ сияқты. Есімде жоқ, потому что содан ғой. Раз болды контент түсірмегенде, бірақ негізі. Кеттік. Дилекпен постанова бірақ түсірмеймін мен. Жоқ, түсірмеймін постанова. Да, кеттік. Диляраның аяғы ауыр ма? Жоқ. Кезінде тойда ақшаға билегенің рас па? Ақша, иә. Той емес, Алматыда осында заведенияларда өледі. Той кезде ағамның тойына просто барып билеп бере салдым. Бірақ заведениеда билегенің бар. Заведениеда клубталарда ақшаға биледім, топпен. Топпен. Топтың аты қалай аталды? Black Five. Оның Амирға тек қана контент жасау үшін келетін блогерлер бар ма? Көп. Иә деген біз сразу иә деді ғой. Енді көп просмотр жайды, оны жасырмайтын несі бар енді. Иә. Көп блогерлердің көтеруіне көмектескеніңіз рас па? Иә. Бірінші маған. Әлі де аямаймын. Бірінші маған дейм сразу. Әлі де аянбаймын, енді жан-жағыма болсын деймін. Иә. Келесі сұрақ. Ахон, бой өсіретін таблетка ішкенің рас па? Басқа жер өсіретін. Келесі сұрақ, басқа жер әзіл ме? Әзіл. Қойма қойма ол сұрақты. Әзіл. Мен апасын. Жоқ, енді андай. Болды. Әзіл кеп қалды әдемі десе, бұл түт жабасына кенді. Мысалы, шаш деп айтқың келді, сен мысалы? Иә. Шашты айтқың келді, шаш өсіретінді айтқың келді. Или басқа нәрсе айтқың келді. Енді. Негізі Ахон же шын мәнісімен білемін ғой Ахонды. Көп өтірік айтпайды. Шынды айтады, не болса да, ренжітсе де. Титан келін ғой деп қойсын. О, мұны қазір. Рекламаны алып түсін.
ойнап айтамын. Болып кетті ал. Сыртқа шығатын кезде Дилярадан ұзақ дайындаласың дейді, рас па? Мен всегда Дилек дайын болғаннан кейін бір 10 минут қалғанда шығамда, сонда да мен бірінші шығып кетемін. Бірақ неге десең, Дилек баланы дайындайды, екіншіден оған 2 есе қиын. Сол үшін жоқ, өтірік мен точнее өзім бірінші шығам. Күтімді күтіп, шашыңды бәрін енді. Солай жүрсің. Сонда да тез дайындаламын. Шын атың Жұмабай ма? Жұмабай? Шын атың кім? Шын атым негізі кішкентай кезімде Боранбай деп қойғысы келді. Бірақ шын атым Ахунбек. Боранбай? Иә, Боранбай. Боранды күні туылғам ғой. Боранбай деп қойғанда қорқып болатын еді. Жаңбырды күн туылмаған шүкір тамшы деп қойғын. Айтам. Блогер арасында сатып кеткен достарың болды ма? Сату болғанда лақтырып кеткен мысалы. Мысалы интервьюден кейін лақтырып кеткен, араласпай кеткен деген сияқты. Ондай болмаған сияқты, лақтырған адам жоқ. Блогерлерден именно жоқ. Болды. Ондай болған жоқ. Все. Осымен сұрақтар аяқталды. Профессор мырза қазір қанша сұраққа дұрыс жауап бердің, дұрыс жауап бермей айтатын болады. Сен Диляра, давай сені сұрайық. Қарама ол жаққа. Маған қара. Қанша пайыз шынайы жауап бер, қанша пайыз өтірік деп ойлайсың? Барлығын дұрыс жауап бер. 100% ойлайсың ба? Бірақ мынау енді күмәнді болып қалса да ойлайды енді. Примерно қанша процент деп ойлайсың? 99 дей салайын. Құрметті көрермендер, тек қана 6% өтірік айтты дейді. Яғни бір ғана сұраққа сен өтірік айту мүмкін. Мүмкін. Оқырмандар қайсысына өтірік айтты, қайсысына шын айтты жазып кетіңіздер. Бір ғана сұрақ тауып көріңіздерші. Сен өзің ойлап тұрсың ба, қай сұраққа? Диляра, сен айтшы, давай. Білмеймін, қай сұрақ? Манағы жерде сияқты постанова деген түсініксіз болды. Мен ол сөзді адамдарға постанова деп ойладым да. Солай түсіндім, точнее. Дилек екеуміздің постановамыз дұрыс түсінбедім, мен ұзақ қандай не істеп қалдым. Сол жерде может быть. Былай Дилек екеуміздің постанова болғанда біз кішкентай Инстаграмды енді бастап жатқан кезде кәдімгі видеоны қосып қойып, өзіміз қалай құшақтасып сүйетімізді білеміз. Ол тоже постанова жатады деп ойлаймын. Сол себепті, иә. Ол түсінікті, керемет. Қанша 6% деген, значит, 94% шындық айтты. Диляра, қоптайсың ғой? Иә. Керемет. Байың өтірік айтпайды ешқашан. Ахон әрдайым шындық айтып жүреді. Рахмет, профессор мырза. Жалғастырамыз. Келесі кезек. Үшінші кезеңде менің және қонақтың алдында ішінде 1 миллион теңге жасырылған 2 чемодан тұрады. Кезең басында қонақ екеуміз сулифа арқылы кім бастайтын шешетін боламыз. Жеңген адам чемоданды ашып көру немесе чемоданды таңдау құқығына ие болады. Екі нұсқаның бірін таңдап, ол өз чемоданын ашып көруді шешсе, келесі адам 2 чемоданның біреуін таңдайды. Егер ол қай чемоданда миллион теңге бар екенін таңдау арқылы тапса, ақшаны өзімен алып кетеді. Ал егер оның таңдаған чемоданы бос болып шықса, ақшасыз қалады. Қарапайым қазақтың ННН шоуында, кішкентай ННН шоуында, осында кішкентай ННН шоуда сендердің отбасыларыңа 1 миллион теңге бұйыру мүмкін. Миллионер атануы мүмкін. Шарттарын түсіндіріп өтейін. 2 чемодан тұр. Осының біреуінің ішінде 1 миллион теңге бар. Шын 1 миллион теңге. Қазір сулифа жасаймыз. Отқан адам таңдайды. Егер мен ашсам, сіздер сұрақ қою арқылы 2 чемоданның біреуін таңдайсыздар. Мақсат ақшаны табу. Егер сіздер ашсаңыздар, мен сұрақ қою арқылы сіздерде чемоданыңызда ақша бар ма жоққа білу керекпін. Түсінікті ме? Онда үшінші кезеңді бастаймыз. Кет мына жерге. 1, 2, 3. Сулифа. Сен бастайсың ба? Мен таңдаймын, ашасын ба таңдаймын. Кім ашатын таңдауың керек па? Жоқ, екеуің ашасын ба бірге? Давайте былай істейік. Сендер ашында мен сұрақ қойын. Өзінен чемодан ашып көресіңдер? Сосын сен сұрақ қою арқылы точно бар ма жоқ па соны білесің. Соны білуің керек. Сен де білмейсің ба ананың ішінде бар жоқ? Артыс екесіңдер бауырлар. Мен не болды күліп кеттіңдер? Мына жерде просто саған оңай біздің екеуміздің көзімізге бірдей қарап біл тауып алуға болады да, сол үшін. Тұрыңдар бірге, мен қарайын ал. Кеттік ал. Сұрақ, ақша бар ма жоқ па? Мұнда ма? Иә. Жоқ. Ана бар деді, ана жоқ деді. Сен бар дедің ба? Тауа алмайды, өзіне қиын болады, дұрыс қой. Келесі сұрақ. Келесі. Бірге түні асық жанына тұршы жанына. Менге нәрсе 1 миллион теңге кетейін деп отыр. Сен жауап бер. Мен үндемей тұрам. Давай, сен жауап бер, үндемей тұршы. Мен үндемей тұрам, сен жауап бер. Кет ал. Мына чемоданда ақша бар ма?
Бар. Мынада ақша бар ма? Бар. О, сен ойнайын дедің ба сен? О, деймін. Чатам. Саған директ қойса, директ ұстайтсақ. Жоқ, оны оңай ұстап аласың. Қарап отырам деп. Давай, келе, болында былай істейік. Мен ұтқам қалап тұрсын ба? Жоқ, өзім ұтқам ба. Онда маған чемодан таңдап берші онда. Таңдағанда бар ақшаны таңдап беруің керек па? Білмеймін өзің, ойыңмен, қай чемоданды алған? Мынада бар. Мынада бар деп ойлайсың ақша. Мәссаған, енді ақша жүрді ма? Дилан, мынада ақша бар ма? Дилан, ұстау қойды. Ақын, мынада ақша бар ма? Бар. Не оны маған ана ал дедің? Бар ғой, ішінде ақша бар ғой оның. Мынада ше? Мынада да бар ақша, екеуінде де ақша бар. Мен шатастырды екеуі болады. Бағана татыр. Соңғы 2 сұрақ қоям. Ақшамды болады. Ақон. Мынада точно ақша бар ма? Мынада ма? Иә. Анада да бар. Тоқта, сен точно ақша бар да. Диляра, саған. Мынада точно ақша бар ма? Бар. Екеуің мен жынды қылыңдар ғой кәдімгідей. Кетті ал, мен таңдаймын онда. Жоқ. Сен қайсысын таңдайсың, қызық просто. Ал онда мен шешімді айтайын. Түрлері өзгереді кәдімгі істесем. Менің шешімім өзімнің чемоданымды аламын. Көңіл күйде. Аш. Нормально. Аш. Көр. Ешсе көрмеш. Аш. Көр. Жалған күлкі сияқты. Аш. Соңғы әрі нақты жауабым деп сұрайтын еді ғой обычно. Көр. Точно осыда мен біліп тұрмын. Точно, өйткені түрі айтып тұр. Бір. Аша берейін ба? Аш. 1, 2, 3. Түрлерді біліп қойды ғой екеуі. Екі адамды табу оңай. Сендер жеңілдіңдер. Видеода Диляра, ақша бар ма десем? Мен білдіртіп қойған нәрсем ашып жатқан. Мынау бүйтіп қатты не істеп кетті да, пустой екен. Мынау да қимылдайды, пустой ғой. Бірақ жоқ, мынау қатты қимылдамады да, сол үшін. Жаным, алғаш сол жерден берген. Бірақ түрімізге екеуінің түрін білдіріп қойған. Екі адамға оңай ұстау. Екі адамды ұстау оңай ма жоқ па білмеймін, бірақ мен дұрыс таптым. Миллион теңге бұйырмады. Көңілге қалай? Жақсы. Бір ауыз менің оқырмандарыма тілек. Қандай тілек айтамыз? Айта ғой. Бүгін осындай керемет шоуға келгенімізге өте қуаныштымыз. Сіздерге үлкен сәлем. Егер де бізді қолдап жатсаңыздар, біз сендерді шын жүректен жақсы көреміз. Ұмытпаңыздар, бәріңізге рахмет. Көп рахмет, Ақон. Құрметті көрермендер, келесі қонақ кім болатынын қалайсыздар? Комментарийға жазыңыздар. Және каналға тіркеліп, тық деп басып, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған қарапайым қазақ және керемет ең бірінші жұптардың бірі Ақон Дилөк дейш. Келесі кездескенше, әнінен шоу!